Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 139-ші сабағымен танысамыз. Бүгін біз өзінді тексерді орындаймыз. Яғни біз өзіміздің жетістіктерімізді тексереміз. Бірінші тапсырма білу. Баған түрінде жаз және есепте. Сендер қалай баған түрінде есептейтінін білесіңдер, сондықтан мен сендерге тек қана жауаптарын жаздым. Екінші тапсырма түсіну. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Мен сендерге тек қана жауаптарын және де тексеруін жаздым. Қолдану. Баған түрінде жазып, амалдардың орындалу реті бойынша өрнектің мәнін тап. Қолдану тапсырмасын осылай шығарасыңдар. Талдау тапсырмасы. Кесте бойынша өрнектер қарастыр, олардың мәнін салыстыр. 880 бөлінген 4 қосылған 101 көбейтілген 5 тең болады 725. 707 бөлінген 7 қосылған 410 көбейтілген 2 тең болады 921. 921 725-тен артық. Екінші кесте 340 көбейтілген 2 азайтылған 606 бөлінген 3 тең болады 478. 802 бөлінген 2 азайтылған 104 көбейтілген 3 тең 89. 478 89-дан артық. Жинақтау тапсырмасы. Қысқаша жазу бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Менде осындай есеп шықты. 2 кемеде 220 адам отырды. 3 кемеде 303 адамнан отырды. 2 кемеде қарағанда 3 кемеде неше адам артық отырды. Шарты кітаптарында бар, ал шешу 303 азайтылған 202 тең 101, жауабы 101 адам артық отырды. Бағалау тапсырмасы. Есептеулер тексер, қатесін түзе. Бұл қате. Бұл дұрысы, оны дәптерлеріне жазып алыңдар. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.